Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында кезінде балалық шағымызда 20 теңге сатып алатын осындай ең тәтті қуыршақтардың рецептін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Ең алдымен осындай ыдысымызға қою айранымызды құямыз. 2 кесе қою айран құямыз. Одан кейін оның үстіне шай қасықпен ас содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай реакция болу керек, яғни бізде көпіреді. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай көпіріп реакция береді. Одан кейін араластырып болғаннан кейін оның үстіне біз кішкене ғана сұйық майымызды қосамыз. Яғни бізде 30 граммдай сұйық май. Одан кейін оның үстіне шекерімізді салып, кішкене тәттілеу қылып жасасаңыздар да болады. Менде кішкене айран, үй жағдайында айран болғаннан кішкене қышқылдаулығынан шекерді кішкене молырақ салдым. Енді кезекте барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бізде шекеріміз толық езілу керек, ешқандай комочка ештеңе болмау керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болу керек. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2 бөліп саламыз. Осының үстіне қопсоскамызды салып, қолымызбен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Қолымызға бұлшырақтау болып жасалады. Одан кейін осы ұнымызды бірден жаятын боламыз. Міне осындай бұлшырақтау болады. Ұнымызды осы молынан жайып, осылай қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрдей болғаны абзалырақ. Одан кейін осылай жақсылап барлығын илеп алғаннан кейін үй жағдайында кесемен осылай қуыршағымыздың формасын дайындап шығаратын боламыз. Міне мен барлығын дайындап алдым. Осы кезде пештеріңізді қосып қойыңыздар. 180-200 градус температурада 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Және де мен осы қуыршақтың үстіне айранның өзін қайтып үстіне тағы да жағып шықтым. Міне достар, осылай жасалады. Жасалу жолы өте оңай. Көп құрамды қажет етпейді, және де тез дайындалатын қуыршақтың рецебі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де отбасыларыңызға ұсыныңыздар, міндетті түрде ұнайтын болады. Рахмет.